Саламатсыздар ма балалар? Бүгін математика сабағынан 4-ші сынып 113-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы бөлшектер, аралас сандар. Бірінші тапсырма: ақауы бар шүмектен күніне шамамен 1 литр. Яғни 1 шелек су ағып кетеді. Бір аптада қанша су босқа ағып кетеді? Бір айда ше бұл табиғатқа қандай зиян келтіреді? Егер 1 метр куб суық су 70 теңге тұратын болса, онда шүмектегі ақаудың отбасылық бюджетке қалай әсер ететінін есепте. Енді бізде бір күнде 10 литр кетеді. Бір аптада бізде 7 күн бар. 10-ды 7-ге көбейтеміз, бір аптада 70 литр су болады. Яғни біз бір айды есептейтін болсақ, бір айда шамамен 30 күн деп алып, бір күндік суды көбейтеміз. Яғни ол 10 литр. 30-ды 10-ға көбейтеміз, 300 литр шығады. Демек, бізде 1 метр куб суымыз 1000 литр болады екен. Яғни 3 айда немесе 10 күн, немесе 100 күнде бізде 70 теңге артық төлеп отырады екен біз. Келесі тапсырма: бөліктердің жалпы санын бөлшектердің қосындысы түрінде жаз. 6-дан 6 тең бір екендігін біле тұра, 1 қосу 6-дан 5. 1-ден 1,6-дан 5 түрінде жазуға бола ма? Жазуға болады. Әсі, сызбада 3-тің неше үлгісі белгіленген? Дұрыс бөлшек түрінде жаз. Бізде 3-тің 3 түрі көрілген. Бізде сызбасыз деген, сызбада мына жер 3-тен 1, 3-тен 2, мына жер 1 болады. 1, 2, 3-тен 2 болып есептеледі. Яғни 3-ті бөлеміз 3-ке, бізде тең болады 1. Келесі: суреттерді пайдаланып аралас сандар жаз. Аралас сандарды бүтін сан мен бөлшектің қосындысы түрінде жаз. Енді бұл жерде алманың 1,2-ден 1, 4,2-ден 1. Енді бұл жерде мысалы 4 алманың біреуі бөлінген деген сөз. 4,2-ден 1 осылай жазылады. 2,4-ден 3. 2,2 алма және оның үшеуі бөлінген деген сөз. Келесі тапсырма: есепте. Бұл жерде өте оңай қосу және азайту амалдары берілген. Бөлшектерді қосу. Бұл жерде 7 қайдан шықты? Мына 5 пен 2-ні қосамыз. Сол кезде 7 шығады. Азайтатын болсақ, мына 10 мен 7-ні азайтамыз. Сол кезде бізде 3 бүтін шығады. Және мына бөлімі мен бөлшегі сол күйінде қалады. 4 пен 10-ды қосамыз, 14 шығады. Осылай өте оңай тапсырманы орындап шығамыз. Келесі: сан сәулесін сыз. Бірлік кесінді ретінде дәптердің алты төркөзін ал. Сан сәулесінде 6-дан 2, 6-дан 4, 1,6-дан 1, 1,6-дан 3 сандарын белгіле. Бізде 6 төркөз шығатын кесінді сыз деп тұрмын. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Және осыны 6-дан 2, 0, 1 болады. 6-дан 1, мына жер 6-дан 1 болады. 6-дан 2, 6-дан 3, 6-дан 4. 6-дан 5-ке дейін сызамыз да, және бұл жер 1 болады. Және 1,6-дан 1, мына жер 1,6-дан 2 болады. Мына жер 1,6-дан 3. Осылай жалғастырып кете береміз. Тапсырмасы: сан сәулесін сыз. Бірлік кесінді ретінде дәптердің 10 төркөзін ал. Сан сәулесінде 1-ден кем және 1-ден артық сандар белгіле. Бөлшектерді жаз. Мына жерден бастап, мына жерге дейін бізде дәптердің 10 төркөзін сызып алдық. Және 10-нан 2, 10-нан мына жер 2, 10-нан 3, 10-нан 4, 10-нан 5. Енді бұл жерде мына жерге дейін 10-нан 10 деген сан шығады. Және бұны 1-мен белгілейміз. 1,10-нан 3. 1,10-нан 2, 1,10-нан 4 болады. Мына жер 1,10-нан 5. Келесі тапсырма: есептеулерді орында. Бізде қосу және азайту амалдары берілген. Сандардың бөлімі бірдей болса, оны бірдей деп алып, біз бөлшек сандарын қосып немесе азайтып шығамыз бір-біріне. 18-ден 7-ні аламыз. 11, 11-ге 3-ті қосамыз, 14. Дәл осылай келесі тапсырмаларды орындаймыз. Келесі:
Жетінші тапсырма шартты есеп. Каспий теңізіндегі итбалықтарды сақтау үшін оларды шабақтармен қосымша қоректендіреді. Бүгін оларға қорек ретінде шабақ балықтар дайындалды. Таңертең итбалықтар дайындалған шабақтардың 12-ден 5-ін, күндіз тағы 12-ден 4-ін жеді. Итбалықтар қанша бөлік шабақ жеді? Бұл жерде енді бөлімі бірдей сандар, бөлімі бірдей сандар 12 және 12 деп тұр, 12-ден 5 және 12-ден 4. Бұның бөлшегін қосып шығамыз, төбесін 5 пен 4-ті қосып шығамыз. Сол кезде бізде 12-ден 9. Яғни итбалықтар шабақтың 12-ден 9 бөлігін жеген екен. Келесі тапсырмаларды осыған қарап, мұқият жазып аламыз. Цистернада суғару үшін құйылған 60 тонна су бар. Күнде таңертең өсімдіктер суғаруға 6 тонна су алынады. Ал кешке 4 тонна су қайта құйылады. Неше күннен кейін кешке цистернада 20 тонна су болуы мүмкін. Енді 6-дан 4 аламыз, 2 тонна, 6-дан 20 аламыз, 40 тонна. 40-ты 2-ке бөлеміз, 20 күн шығады. Енді біз неше күннен кейін дегенде x деп аламыз да, бұл жерде пропорция құрамыз, теңдеу құрамыз. Яғни 20 күннен кейін цистернада 20 тонна су болуы мүмкін. Келесі тапсырма санды, оның бүтін және бөліктерінің қосындысы түрінде жаз. Бұл да өте оңай тапсырма. Екіншісі қосындыны аралас сан түрінде жаз дейді. Аралас сан дегеніміз міне 4,17-ден 13. Мына жерде аралас сан болып тұр. Ал әсінде санды оның бүтін және бөліктердің қосындысы түрінде жаз. Қосындысы деген міне 3,5-ден 4. Қосынды дегеніміз мына жерде айтамыз. Қосу 3,5-ден 4. Келесі тапсырмалардың бәрін осылай орындап шығамыз. Каналға тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.